алған жауынгер басады. Әрі қарай солай кете береді. Кейбіреулер қаза табуы мүмкін. Бірақ мен бұндай құрбандыққа баруға дайынмын. Шапалақтау. Сонымен сайысты бастаймыз. Мынау не тағы? Өзі сұқынсыз бәле ғой. Тым қатты кеттің. Бұл бар болғаны есек қой. Не? Шынында да. Серлер, мен жоспарымды өзгертпекпін. Мұна құбыжық дәуді кім жеңсе, сол сайыс жеңімпаз атанады. Ұстаңдар оны. Ей, бұларың не? Қойыңдар. Қане ұстаңдар, қашып кетпесін. Мүмкін бұл мәселені сырашып отырып талқылармыз. Жібермеңдер құбыжықты. Болмай ма? Жарайды онда. Өз обалдарың өздеріңе. Жоқ. Шрек, маған берші, мен ұрайынша. Орындық бейнұр. Мәс саған. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Көп рахмет. Бейсенбіге дейін осындамын, дәмнен үлкен емеспін. Берік берейін мырзам. Жоқ. Маған бір ой келді. Дулат тұрғындары. Міне сайыс жеңімпазы анықталды. Не? Құттықтайым, дәу құбыжық. Ұлы тапсырманы орындау құрметіне ие болдың. Немене? Қайдағы тапсырма? Мен тек өзіме тиесілі батпағымды қайтарып алу үшін келдім. Батпақ дейсің бе? Менің батпағым. Сен сол жерге ертегі кейіпкерлерін жер аударыпсың. Ол рас. Жарайды, дәу құбыжық, ендеше екеуміз өзара келісімге келейік. Сен мен үшін бір іс тындырасың, ал мен саған батпағыңды қайтарам. Бұрынғы қалпында қайтарасың ба? Тіпті шырышты сасық саңырауқұлаққа дейін. Аллы келімсектерше. Олардың бірі де қалмайды. Сонда не істеу керек? Маған дұрыстап түсіндірші. Сен ханшаны құтқаруға барасың да айдаһармен шайқасасың. Ал Фарқуат өзі жер аудатқан ертегі кейіпкерлерін қуып шығып, саған батпағыңды қайтарады. Бұл әділдікке жата ма? Бәлкім есектердің сөйлей алмауының өзіндік бір себебі бар шығар. Түк түсінсем бұйырмасын, Шрек. Оны құбыжыққа тән құйтырқы әрекеттеріңмен қорқытпадың ба? Қыспа қалып, қамалын қират, не болмаса сықырлап сүйегін сындыр. Толып жатыр ғой енді. Не істейтінімді білем. Мүмкін қала тұрғындарының бастарын жұлып алып, қадаларға іліп, сосын пышақпен көк бауырларын кесіп алып, сорпа қайнатып ішсем қайтеді, а? Қалай, құлағыңа жақты ма? Жоқ, мүлдем ұнаған жоқ. Біліп қой, адамдарда дәуірлер туралы қате пікір қалыптасқан. Мысалы, жарайды, дәулер мұна пияз сияқты. сасық па? Жоқ. Пияз сияқты жылата ма? Жоқ. Егер күн астында қалса қоңыр болып кішкентай ақталшықтар өсе ме? Жоқ. Көп қабатта. Пияз көп қабаттан тұрады. Дәулерде де осындай қабаттары көп. Пияздарда қабаттары көп. Түсіндің бе? Міне ұқсастық осында. Сендерде де көп қабат бар екен ғой. Алайда бәрібірдей пиязды ұната бермейді. Тортты бәрі жақсы көреді. Тортта да бірнеше қабат болады. Маған бәрібір. Басқалар нені ұнатса, оны ұнатсын. Дәулерді тортпен салыстырушы болма. Бәріне тағы не ұнайтын білесің бе? Парфе. Жоқ, парфені ұнатпаймын деген бір жанды кездестірдің бе? Жоқ, әрине, өйткені дәмі тіл үйрет. Жоқ. Өзің бір жексұрын мылжың оңбаған екенсің. Дәулер пияз сияқты сөз осымен тәмам, сау бол. Көріскенше.
Парфе деген осы ғаламшардағы дәмі тіл үйретін ең тәтті нәрсе ғой. Мәңгірлеп оңылда бән айта берші. Ең дұрысы сол. Майлық не, қол орамал бар ма? Парфе десем болды, сілекейім шұбырып қоя береді. I'm on my way from misery to happiness.